Аталған жоба аясында тұрғындардың қаланы абаттандыруда жергілікті бюджет қаражатын бөлуге қатысуға мүмкіндігі бар. Осы орайда аумақты көгалдандыру, тротуарларды, пандустарды, арықтарды салу және жөндеу, ортақ пайдалану орындарын құру, жөндеу және жарықтандыру, бордюрларды, қоқыс тастайтын жерлерді жою туралы ұсыныстарын білдіре алады. Құжаттарды қабылдау 2023 жылдың 1 наурызына дейін жүзеге асырылады. Халық өзі қаласына өздерінің үлестерін қоса алады, әр азамат өзінің жобасын ұсынады. Біз әкімдік тарапынан сараптамалық кеңеске ол жобаны шығарамыз. Сол сараптамалық кеңестің несімен дауыс беріледі, әр азамат өзінің жобасын енгізеді. Сосын соған дауыс беру арқылы сол жобаны біз іске асырамыз. Бұл толық бюджет қаражатынан іске асырылады. Жобалық ұсыныстарды қабылдау мерзімінің аяқталу қорытындысы бойынша сараптамалық кеңес 2023 жылғы 5 сәуірге дейінгі мерзімде келіп түскен жобалық ұсыныстарға талдау жүргізетін болады. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес келетін жобалық ұсыныстар дауыс беруді өткізу үшін ресми интернет ресурста және бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. Жобаға қатысты қоғам белсенділері оң пікірін қалдыруда. Айтуларынша, бұл бастама арқылы қаладағы өзекті мәселелерді шешуге болады. Мемлекет басшысының айтқан тұжырымдамасы осы істермен нақты дәлелденетін болса, қаланың халқы өзінің ойын ашық жеткізіп, осы мәселелерге қатысады. Халық дегеніміз бұл біздің өзіміз ғой. Себебі осы көріп жүрген қоғамдағы өзекті мәселелерді осы жоба арқылы ертең шешуге атсалысатын болсақ, мен ойлаймын, ертеңгі қаланың бір бұрышындағы бір мәселе, екінші бұрышындағы екінші мәселе шешіле беретін болса, ол халықтың билік арасындағы өзінің ынтымақтастығын, бір-біріне деген жақындығын нығайта түседі деп ойлаймын. Халық қатысатын бюджет жобасына қатысты семейліктердің де пікірін тыңдадық. Жақсы ғой, ақша бөлінген. Чтоб осы Семей қаласы көркейе берсін ары қарай. Бюджеттер бөліне берсін ақшалай. Все равно город преображается, вот то, что дорога. Қала қазір жақсы жағынан өзгеріп келеді. Міне жолдар жасалып жатыр. Бұл жұмыстарды тоқтатпай, ары қарай жалғастыру керек. Жарықтандыру мәселесіне назар аударса екен дейміз. Аялдамаларды да жасау керек. Айта кетерлігі 2023 жылғы 24 сәуірге дейінгі мерзімде кәмелетке толған тұрғындар дауыс беруге қатыса алады. Дауыс беру үшін Семей қаласы әкімдігінің сайтында халық қатысатын бюджет бөліміне өту қажет. Сол жерден әрбір азамат өзіне ұнайтын жобаны таңдай алады. Рүстем Қайратұлы, Әділжан Бейсенғазинов, Семей телеарнасы.